Сәлем, жақсыларым, қалайсыңдар, жайсаңдарым, жандарым сол, бәріңді жақсы көремін. Мен бақыттымын. Сендер мен бақыттымын. Бауырларым сол, менің бауырым болғандарыңа рахмет сендерге. Анама рахмет, әкеме рахмет. Мен осындай өмірге алып келген алтындарым сол, мен бақыттымын. Айнала бақытты. Капец, Замза, сен өлейін деп жатқан жоқсың ба, әйтеуір? Или косякқа кіріп кеттің ба? Қой қасқа. Өлгенес ондай сөз айтпа. Өле, жақсы сөз айт. Жақсы сөз айтуымыз керек екен біз. Тыныштық па, Замза? Сразу айтайын саған. Ақша жоқ, қазір ақша бере алмаймын. Ай, жоқ, қасқа, мен ана курсқа қатысып жатырмын ғой, жалғастырып жатырмын. Өзіңді не дейді жаңағы дая қасқа, әлемді өзгерткің келсе, өзің өзгер дей ма, өзің өзгерткің келсе. Короче, өзгерейін деп жатырмын, өзгерем деп шештім болды. Бұдан кейін бәріне рахмет, алғыс айтып жүремін. Суға, тамған суға рахмет, жанған жарыққа рахмет, жаным сол, бәріне рахмет айту керек екен ғой. Оказывается, бәрі біздің түп санамызда екен ғой, қыздар. Түп санамызды өзгерттік, бәрі өзгереді екен. Кілең негативті жинап алады екенбіз ғой біз қасқа түп санамызға. Сөйтіп айнаға қарап күніге мен сені жақсы көремін. Сен сұлусың деп айту керек екенбіз. Ваннаға бардым да ваннадағы айнаға барып, жаным сен әдемісің, Замза, әлемдегі сұлу әйел сен дедім. Мен сені жақсы көремін дедім. Күніге қайталай мені. Блин, сен түп санаң не екенін білесің ба? Өз түп санаң қайықта екенін, сен өзгерем дегенше ақыр заман болатын шығар, Замза. Түп сана енді где-то білмеймін, мына жерлерде ау, осы бір жерлерде ау деймін түп сана деп ойлаймын өзім. Өйткені осы жерім көп ауыратын тұғын. Осы жерлерімше көп ауыратын түп сана осы жерлерде деп ойлаймын енді. Сонан қазір қатысқалы осы жерім ауырмайтын болды. Түп сана түзеліп жатқан ғой, көрдіңдер ме қыздар? Оказывается, бірдеңе бастайтын кезде бәріне айтатынбыз. Айтпау керек екен, айтпаңдар қыздар. Бастайтын жаңағы бизнес бірдеңе істесеңдер айтпаңдар. Энергиясы кетіп қалады екен оның, оказывается. Мен де Құдай қаласа бірдеңе бастайын деп жатырмын. Айтпаймын. Не екенін айтпаймын. Байым, скоро байым, жандарым бәріне көмектесем. Үй салып берем, қора-қора мал алып берем бәріне. Жандарым сол. Күшті бизнес жасайын деп жатырмын. Бәрі күшті болған кезде айтам. Қылмаша, Замза, сен бір күнде өзгере салам деп ойламай қойшы, айналайын, 2-3 күн. Сен қатыспаған сабағың қалмады ғой. Өзгермей ақ қойшы, сен Замза, осылай жүре берші сен. Осы кәсіпті айналдырам енді. Сосын осының ақшасына Түркиядан басқа заттар аламын да, оны айналдырып. Оказывается, біз өз-өзімізді таппайды екенбіз ғой. Мен таптым, өзімді тауып алдым. Мен деген қасқа бизнес леди екенмін ғой. Базада бекерге қорбап картошка пияз сатып отыр екенмін. Мен бизнес леди екенмін. Мен ана Дубайда, Түркияда, қасқа, ана Миланда жүретін бизнес вумен екенмін. Ал керек болса, енді соны бастайын деп жатырмын. Енді ештеңе айтпау керек, бірақ енді Түркияда киімдерді одан басқа мықтысына ауыстырам, мебельмен айналсам. Сосын мебельді біткеннен кейін оның ақшасын, енді ештеңе айтпау керек, бірақ енді мебельдің ақшасын кейін строительный материал алам. Ал строительный материал, қазір тамсалып жатқандар көп қой. Сөйтіп строительный материалды мен одан тоқтамаймын. Оның ақшасын бренд киімдермен алмастырамын. Сөйтіп бренд киімдер Миланға барам мен. Миланға барып, вумен болам. Капец, айтпау керек деп жартысын айтып тастадың ғой, Замза. Сәлем, Замза, қалайсың? О, бизнес, вумен, қалай жағдайың? Не дейсің, шекер дейсің ба? Не жазып жібергенсің? Түсінбедім мен. Шекерді дейсің ба? Шекер ал дейсің ба? Шекер сатып кеттің ба не? Сағырмет центр ашып кеттің ба? Не қылдың? Ай, қалайсыңдар, қасқа, қалайсыңдар? Қош айналайын, өлейін деп келіп отырмын. Базардан өлейін деп зорға келдім. Қасқа бұдан картошка пиязын жақсы еді. Құдай бизнесі де бар болсын, сабағы да бар болсын, түп санасы да бар болсын, өлейін деп келіп отырмын. Қасқа болдым, бизнес вумен болып біттім ал. О, біздің Замза табылды. Кешегі позитив Замза қайда кетті? Түп сана не болды, өзгеру не болды? Капец. Ойбай, білмеймін. Түп сананың қайда қалғанын білмеймін. Қасқа түп санасы бар болсыншы, өзім миымды шашыратып алдым. Түп сана түгіл өзім таппай қалдым. Қасқа білмеймін қақта жүрген. Ана баштай ма? Табанда жүрген шығар, настроение бірге түсіп кетті қасқа. Түп санасы бар болсын, аяғын тап кетті, уқалашы дұрыстап. Қасқай былжырамай, уқаласай дұрыстап. Ай, ойбай, қасқа, ана Жанар деген қатын ой базардағы, ойбай шекер алайық. Шекер қымбаттайды екен дегесін, бүкіл ана ақшама шекер алғам ғой қасқа. Қап шекер алғам. Сонымен өтпейді, қасқа толып тұр, алданып қалыппын. Шекерім өтпейді, қап шекерді құшақтап неше күннен бері өлейін деп отырмын. Қасқай, одан картошка пиязым жақсы ең болмаса үйге әкеліп тамақ істеп қалған тұтқандарын. Мына шекерден құтыла алмай отырмын. Қалтамда көк тиын жоқ. Капец, сахарный фея болып отырмын десе енді. Айтайын дегенім, қасқа шекер аласыңдар ма? Шекер алыңдар я. Білмеймін, ничего не знаю. Қасқа бір қаптан жіберем, ақшасын бересіңдер. Ләйла сен де аласың. Гүлсезім, варенима бір жабасың ғой қысқа. Алыңдар маған көмектесіңдер. Шекер алыңдар я. Ол бала бәрін алыңдар. Үйде мамашқа қайттым, мамашқаға ұйықтап жіберем дедім. Өлейін деп отырмын, қасқа нем бар еді десей. Неменесіне енді? Былығы шыққан кезде айтасыңдар, басында ақылдаспайсыңдар ма соны? Ақылдаспайсың ба, осындай істейін деп жатырмын деп. Бүлдіріп алып, неменесіне маған айтып отырсың енді? Білмеймін, қаяқтан білейін, ойбай бай ғалым деген ғой. Түркия тұғыл қасқа, мына қаланың ішінен базардан шыға алмай отырмын, нервым ойнап отыр. Ту, Замза, саған сабақ болмайды екен. Есіңде ма? Қай бір жылдарды, баяғыда 2000 жылдарда ма? Ойбай, ақыл заман болады, подвалға свеча, тамақ алып қойыңдар дегенде. Сол кезде коробка қылып
бүкіл ана Ғалымжанның машиналарым деген ақшасына масқара, құдай, бір гараж сеть алып қойғаның. Зорға құтылып едің ғой, сол саған сабақ болмайды екен. Қасқа есімде, иә. Ойбай, 2 ай емес 2 жыл сақтың ба бірдеңе қылдым ғой. Ақыры туған туыс бар, көрші қолаңға таратып тындым ғой. Білмеймін ғой енді, әйтеуір сақтансаң сақтармын деп бір пысық болайын дейсің ғой. Қасқа пысық болайын десең жақпайды ғой. Жақпайды, әйтеуір бірдеңесі болып тұрады ғой. Ертең білмеймін қасқа, ана тойымыз бар. Баратын жаңа отырысымыз бар, 1-2 жерде. Құран оқытатын жер бар. Не беретінді білмеймін. Ғалымжаннан сұрауға бет жоқ қасқа. Білмеймін, ананың бәрін, шекердің бәрін үйде әкеліп 5-5 килодан бөліп қойдым. Білмеймін, туған күнде де асқада тойдың орнына, ақшаның орнына шекер беретін шығармын. Шекер беремін енді, басқа не істеймін? Шекермен есептесіп отыратын шығармын қасқа. Блин, Замза, сен шекеріңді не қыламын мен? Маша, зачем мен банкі баспаймын, варенье баспаймын, извини? Или баяғыдай сендердің жаңағы замандарыңдағыдай шекерге су араластырып прическа жасаймын ба? Кекілдерін қатырып тұрып клиенттердің. Ойбай, Замза, мен ол шекердің бәрін не қыламын мен? Алмаймын мен. Вареньенің уақыты емес қой қазір. Оның үстіне сен бағаны қымбат айтып тұрсың ғой, мен қазір варенье жаппаймын мен. Не болды сонша? Жұрттың бауырына қарасаң сүйсінесің. Өмір сол ғой сендердікі, өмір сол. Блин, бауырларыңа риза болып болғаның ба? Кеше ғана бәрімізге разы болып, капец, бақытты болып жатыр едің ғой. Әлде де өз-өзіңе қарап аласың ау айнаға. Отвечай, өз-өзіңе келіп қаласың. Ой, түрі бар болсын. Ваннадағы түрге сенуге болмайды екен ғой. Қасқа ваннадағы айна әдемі қылып көрсете береді ау деймін. Соған сен шығып кете береді екен ғой қасқа. Бүгін ана прихожкадағы айнаға қарасам, қасқа шашым жалбырап, жаңа бетім ырсиып тұр ғой. Түк ұнап тұрған жоқ. Анау рахмет айтатын түрі емес анау. Бақытты болатын түрі емес. Не ойлап кетті одан сайын. Көмектеспесеңдер, көмектеспей ақ қойыңдар айналайындар. Жұрттың бауырына қарасаң сүйсінесіңдер. Өмірі сол ғой сендердікі. Алмасаңдар алмай ақ қойыңдар қасқа. Ну енді мен не істеймін шекерді? Маған вообще керек емес. Извини. Ай-ля-ля, маған вообще звондамасын деп нервы шығып жатыр. Шекерге тұншықтырам дейді. Бермесең бермей ақ қойшы, Ләйла, айналайын. 5000 теңгеден тастаңдаршы ортадан. Ана бір жаңағы нөлден бастап, не дейді, нөлден бастап қалай баю керек деген оқу бар екен. Соны оқып алайын. Сосын байсақ береміз ақшаларыңды. Жылай бермеңдерші қасқа. Өзгермей ақ қойшы, сен осылай жүре берші. Шығын болмай адамға. Өзім өлейін деп Ғалымжанды күтіп отырсам, онда таксимен барып бір-бірімен келе береді. Ай, келсе алып кетсе десең, онда бензин құй дейді нервыма ойнап. Шекер құй дедім, шекер құй ана. Көптен ақша жоқ біліп тұрсың. 5 кило шекерді құймайға. Ой, ессіз ғару, 10 килосын құйш дедім. 10 килосын бірақ құйш дедім. Шекермен жүрген машина сенікі болсын дедім. Елдері мақтадай, жүр алмаймыз мақтамай, тіл көзіңнен сақтағай. Гүл әпшем ау, гүл әпше, бақытты болып жүр әпше, бек красавица.